Енді баланы қалай тәрбиелейміз деген кезде не үшін оның маңызды тәрбиелеу әулиенің басы, ол жаңағы қалай әулиелікке жетті деп жатсыз. Мысалға уақытында бір қариядан бір жаңағы ауылдың бір келіншегі барып сұрайды. Ата, осы мен баламды қалай тәрбиелеймін дейді. Сен босанғанға қанша болды дейді, 40 күн болды дейді. Онда сен кешіктің дейді, 40 күн кешіктің. Ар жағында 9 ай 9 күн кешіктің дейді. Баланы тал бесіктен деген себебі сол. Мысалға енді баланы қалай тәрбиелейміз деген кезде ең бірінші бисмилла деп айтып адал аспен тәрбиелеген. Ол қалай адал ас? Ол дәретпен, қосылмен пісіретін адал ас болады. Енді баяғыда имам Ағзам деген үлкен ғалым кісі, 4 мазхабтың жаңағы біздің енді мазхабымыздағы имам Ағзам ғой, енді сол кісі баяғыда осы шәкірттермен сұхбат құрып отырған кезде ар жағында бір топ бала бір доп ойнап отырады. Сөйтіп жаңағы сұхбаттың жанында жаңағы доп ұшып кеткен кезде жаңағы балалар жанында тұрып қалады. Жаңағы сұхбатын бөлмейін деп. Сосын жанында ішінде бір бала барады да жаңағы тай салмастан барып допты алып арада ойын жалғастырады. Сосын имам Ағзам әдепсіз деп айтады. Одан кейін тұрады да жаңағы дәрістері біткеннен кейін шәкірттері сұрайды, жаңағы неден бізге бір хабар беріңіз, біз түсінбедік дейді. Мына баланың жаңағы үйі қайда деп, жүріңдер үйіне барайық дейді. Сөйтіп үйіне барады, сосын әкесіне, шешесіне болған жайтты айтады. Осындай дейді. Сосын әкесі тұрады да шешесіне қарайды. Сосын шешесі тұрып, жаңа жерде былайша айтқанда мойындайды. Баяғыда сіз жоқ кезде үйде жаңа көршім үйіне барып едім, бір аштық сұрауға. Барсам көршім үйінде жоқ екен дейді. Сөйтіп жаңағы рұқсатсыз бір қамырдың жаңағы аштықсын алып кетіп едім, сонымен жаңағы балаға тамақ беріп едім дейді. Содан кейін жаңағы қылықтары осынан болу керек деп айтады.